Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін біз ауызда еритін бұқтырма немесе дымлама тағам дайындайтын боламыз. Бұл бізде керемет ауызда еритін тағамның түрі. Бір отқа салып қоясыз, 2,5-3 сағаттың көлемінде дайын болып шығады. Видеода көріп тұрғандарыңыздай осы заттардың барлығын алдын ала турап аламыз. Туралған заттың барлығын біртіндеп қазанға салатын боламыз. Ең астыңғы бөлігіне құйрық май, яғни қойдың құйрығын саламыз. Одан кейін тазалап жуылған ет, пияз, сәбіз, картопты саламыз. Бұл жерде ешқандай сұйық май құймаймыз. Сол салынған астыңғы бөліктегі құйрық майдың майы шығып, өз майына өзі пісіп шығатын болады. Енді картоптың үстіңгі бөлігіне татымына қарай тұз, лавр жапырағы және горошек салатын боламыз. Барлығын салып болғаннан кейін бетін орам жапырақпен жақсылап жабамыз. Осымен барлығы дайын болды. Енді қазанды отқа қоямыз. Оттың астын бастапқыда қатты қылып 15 минутқа қоямыз. Бетін мықтылап жабамыз. 15 минуттан кейін 2,5 және 3 сағатқа астын баяулатып, яғни орташа отқа қоясыздар. 2,5-3 сағаттан кейін біздің бұқтырмамыз дайын болады. Видеода көріп тұрғандарыңыздай бәрі пісіп дайын болып шықты. Картоп та өзі үзіліп тұр. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Дәмі керемет болып шығады. Айкони фуд каналына тіркеліңіздер.